Құрбымыздың үйіне алқаш образында жиналдық. Екінші бөлім. Нұрика бізге осылай дәмді етіп бешбармақ жасап қойыпты. Оны ішіп алғаннан кейін 3 түрлі ойын дайындап қойыпты. Біріншісі, резинканың ішінде жүріп осылай билейміз. Музыка тоқтаған кезде мынадан шығып үлгеру керек. Бірінші ойыннан Гүлнал жеңіске жетіп, призге осындай шоппер ұтып алды. Негізі Нұриканың приздері осындай макарон, печенье және 2 штук комет болған. Ал екінші ойынымыз, адам саны нешеу болса, содан біреуін кемітіп, стаканды ортаға қояды. Сол стаканды бірінші болып алып алу керек. Ала алмай қалған адам ойыннан шығады. Соңғы 2 ойынды далада ойнадық. Шарлардың бәріне су құйып, далаға алып шықтық. Доп сияқты бір-бірімізге лақтырамыз. Шар жарылып, үсті басы су болған адам ойыннан шығады. Басында мына шардың жарылатын түрі жоқ қой. Соңында бір шар қалған еді. Дәл сол шардың суына Нұрика шомылып қалады ғой. Тура төбесінен бір шелек су құйғандай. Келесі ойынымыз бос стакандарды толтыру. 3 қыздан 2 командаға бөліндік. Губканы сулап, осы стакандарды тез бірінші болып толтыру керек. Сол команда жеңіске жетеді. Мен Меруерт Олжан, үшеуміздің командамыз жеңіске жетті. Ал енді Нұриканың бізге ниеттеп берген арнайы сыйлықтарын көрсетейін. Ең бірінші болып маған берді, жасың үлкен ғой деп. Бұйырса машина сатып ал деп, машинаның суреті бар, осындай копилка берді. Ал Дианаға әлемді аралап саяхатта деп, осындай копилка берді. Ал Меруертке ақшаң көп болсын деген ниетпен ақшаның суреті бар копилка сыйлады. Ал Ұлжанға үйлі бол деп, үйдің суреті бар копилка сыйлады. Осымен бәріміз бір копилканы ұстап, мәзбіз ғой, рахметімізді айтып. Нұрика бізге сыйлық алған кезде қасында осы Гүлнал болыпты. Сол себептен Гүлналға копилка алмаған екен. Гүлналдың бөпесі бірінші рет келіп тұрғандықтан осындай киім және Гүлналға осындай жасыл түсті футболка сыйлады. Достар, мені қолдап парақшама тіркеліп алыңыздар.